Сәлеметсіздер ме? Қара жәшік арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі материалда Алматыда пойыз 2 адамды қағып кетті. Сыртқы істер министрлігі шетелге шықпауды ескертті. Колониядан жасөспірімдер қашты. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі қазақстандықтарды таяу шығысқа сапардан бас тартуға шақырды. Әскери саяси жағдайдың ушығуына байланысты Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі азаматтарға таяу шығыс елдеріне сапар шегуден бас тартуды ұсынды. Қазірдің өзінде аталған өңірде жүрген қазақстандықтарға әсіресе Катар мен Біріккен Араб Әмірліктерінде қауіпсіздік шараларын сақтау, көпшілік жиналатын орындардан аулақ болу, ресми ақпарат көздерін қадағалау және дипломатиялық өкілдермен байланыста болу ұсынылады. Сондай-ақ сыртқы істер министрлігі әуе кеңістігінің жабылуына байланысты рейстер кестесінде өзгерістер болуы мүмкін екенін ескертті. Өңірдегі Қазақстан елшіліктерінің байланыс нөмірлері Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі сайтында көрсетілген. Барлық дипломатиялық өкілдіктер штаттық режимде жұмыс істеп, азаматтарға тәулік бойы көмек көрсетеді. Ресейге кіру ережелері өзгермейді. RU-ID тіркеуі міндетті емес. Қазақстан азаматтары үшін Ресейге визасыз кіру тәртібі өзгерген жоқ. Бұл туралы Ресейдің Қазақстандағы елшілігі мәлімдеді. 2025 жылғы 30 маусымнан бастап Ресей шетелдіктер үшін RU-ID қосымшасы арқылы электронды өтініш беру мен биометриялық тіркеуді қамтитын пилоттық жобаны іске қосты. Алайда бұл жоба ерікті сипатта. Жаңа тәртіп Қазақстан азаматтары үшін міндетті емес. Визасыз режим толық көлемде сақталады, делінген елшілік хабарламасында. Негізгісі, RU-ID арқылы тіркелу міндетті емес, өтінішсіз де шекарадан өте беруге болады. Виза қажет емес, жаңа жоба тек қосымша мүмкіндік. RU-ID көмегімен сим-карта рәсімдеуге, Ресейдің электрондық қызметтерін пайдалануға, айыппұл мен салық төлеуге болады. Өтінішті жол жүру алдында 72 сағат бұрын немесе шұғыл жағдайда 4 сағат бұрын беруге болады. Жеке сәйкестендіру нөмірін ауыстыруды енді онлайн жасауға болады. Қазақстан азаматтары жеке куәлікті онлайн режимде ауыстыруға өтініш бере алады. Бұл қызмет egov.kz порталында және egov мобайл қосымшасында қолжетімді. Қызметті пайдалану үшін қолданушыға авторизациядан өту, биометриялық сәйкестендіруден өту, қажетті мәліметтерді енгізу, өтінішке қол қойып, мемлекеттік бажды төлеу қажет. Мобильдік қосымшада бұл қадамдар Face ID немесе Touch ID арқылы расталады. Маңызды талаптар. Өтінішті тек жеке өзі бере алады. Қызмет тек құжат мерзімі аяқталған жағдайда қолжетімді. Өтінішті мерзім аяқталуына 30 күн қалғанда не кейінгі 10 күн ішінде беруге болады. Жаңа куәлік 15 жұмыс күні ішінде дайындалады. Мемлекеттік баж 0.2 АЕК жедел түрде 3 күнде 1771 теңге немесе 1 күнде 3372 теңгеге алуға болады. Биометриялық мәліметтер Digital ID арқылы қорғалады. Егер сәйкестендіруден өту мүмкін болмаса, жас өзгерістері, операция тағы басқалары жүйе құжатты ХККО арқылы рәсімденуді ұсынады. Алматы маңында пойыз 2 адамды қағып кетті. 2025 жылғы 23 маусым күні кешке сағат 19:10 шамасында Ақсеңгір мен Боралдай арасындағы темір жол маңайында жолаушылар пойызы 2 адамды басып өтті. Олар темір жолға белгіленбеген жерден кенеттен шығып кеткен. Машинист шұғыл тежегішті қолданғанымен арақашықтық тым жақын болғандықтан соқтығысты болдырмау мүмкін болмады. Азаматтар локомотивтің дабыл сигналына мән бермеген, деп хабарлайды қтж баспасөз қызметі. Қазіргі таңда оқиға орнында тиісті қызметтер жұмыс жүргізіп жатыр. Линейлік полиция бөлімі қылмыстық кодексінің 344 бабы 3 бөлігі бойынша іс қозғап тергеу амалдарын бастады. Алматыда балалар колониясынан 2 жасөспірім қашпақ болды. Екеуі де қайта ұсталды. Алматыдағы жасөспірімдерге арналған түзеу мекемесінен қарақшылық бабы бойынша сотталған 2 жасөспірім қашуға әрекет жасады. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің мәліметінше, олардың бірі қашқан сәтінде бірден ұсталған. Екіншісі біраз уақыт жасырынғанымен кейін құқық қорғау органдары тарапынан қолға түсті. Қашқан жасөспірім жақында ғана басқа қаладан осы мекемеге жеткізілген. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта 2 сотталушы да қайтадан колонияға қайтарылған. Шымкент тұрғыны терроризмді насихаттағаны үшін 7 жылға сотталды. Шымкент қаласының тұрғыны терроризмді насихаттап, айналасындағыларды адам өлтіруге шақырғаны үшін 7 жылға бас бостандығынан айырылды.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті мәліметінше, ер адам діни себептермен зорлық-зомбылықты ақтап, қоршаған адамдарды адам өлтіруге үгіттеген. Ол 2025 жылдың мамыр айында сот үкімімен кінәлі деп танылып, қатаң жазаға тартылды. Сонымен қатар, Атырау және Ақтөбе облыстарында да терроризмді насихаттаған екі азаматқа 7 және 6 жылға түрме жазасы тағайындалды. Тергеу барысында олардың бұған дейін де қылмыстық жауапкершілікке тартылып, террористік белсенді аймақтарға шығуға әрекет жасағаны анықталған. УКК мәліметінше 2025 жылдың басынан бері ведомство тергеген істер бойынша 52 адам, оның ішінде 2 шетелдік, террористік және экстремистік қылмыстар үшін әртүрлі мерзімге сотталған. Тағы 52 адамға қатысты тергеу жалғасып жатыр. Бүгінге осы. Қара жәшік арнасына жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруыңызға ұмытпаңыздар.